Ассалаумағалейкум мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін тағы да қорадамыз. Қазіргі таңда тауықтарымызға жем суын беріп жатырмыз. Ар жағында балапандар тұр. Мұнда австралоп, ар жағында адлер. Аллаға шүкір, қазір тауықтар жемен жазылып келе жатыр. Балапандар да жемен жазылып келе жатыр. Барлығы сіздердің арқаларыңыз. Сіздердің айтқан дәрі-дәрмектеріңізді алып, солардың барлығын бердік. Солардың арқасында қазір тауықтарым Аллаға шүкір жақсы болып келе жатыр. Ең бірінші Аллаға, сосын сіздерге көп рахмет. 1000 подписчикке жеттік. 1000 оқырманға, 1000 адам санына жетіп жатырмыз қазіргі таңда. Қазір осындай жағдайлар болып отыр бізде. Бірақ енді тауықтар жұмыртқа туып атқан жоқ. Жұмыртқа туын тоқтаттым. Өздеріңіз білесіздер, менің тауықтарым ауырып жатқаннан кейін жұмыртқаны тоқтатып қойдық. Алдағы уақытта жұмыртқа туып бастағаннан кейін тағы да инкубаторға салып, өзіміз аплод тексеретін боламыз. Аплод жақсы болғаннан кейін қайтадан сатылымға шығады. Тауық ауырғаннан кейін қайтадан жұмыртқа кіргеннен кейін оның аплоды қалай былай екенін ол жағын білмедім. Мүмкін ауырып қалғаннан кейін әтесі секірмей қалатын шығар, әтесі слабый болып қалатын шығар деген сияқты ұрықтануы. Соның барлығын бірінші өзіміз тексеріп, содан кейін барып сатылымға шығаратын боламыз. Мұнда көгершіндер бүгін далаға шығу керек болған, сыртқы қораға. Мына балапан жұмыртқа жатқан жоқ, енді балапандарын шығарған көгершіндер, олар қалатта қалғандары, бойдақтары бар, мына парласқандар бар, жұмыртқа тумағандары, олар сыртқа шығу керек болған. Мен ана қораның ішін сіздерге көрсетем. Бізде мұнда мына балапандарымыз, шыққан балапандар жемен бұйыртса өсіп келе жатыр. Ішінде брамы бар, австралоп бар, адлер бар. Бұлай тағы да үй тауықтарының балапандары бар деген сияқты ғой. Алла бұйыртса енді сіздерге ана қораның ішін көрсетейін, бұрынғы көгершін қораны. Кет. Мынау менің өзімнің балапаным. Мрамор мен неден шыққан балапан ғой. Қазір өзімдікін көрсетейін. Қазірде Орал қаласында ауа райы осындай болып тұр. Күн еріп жатыр, бұлшып жатыр. Машинамды сыртқа қойып қойдым. Воротаны ашып қойдым, кішкене кепсін деп. Осындай жағдай болып жатыр қазірде. Өздеріңіз мына қораны білесіздер. Жаз бойы осы қораның ішінде видео түсірдік. Прямо үйде отқанда да видео түсірген болатынбыз. Мына көгершін қора. Енді Алла бұйыртса мынаның ішін барлығын ерігеннен кейін тазалаймыз. Мына мұз болып жатыр міне. Мына бәрін кішкене ерісін, кепсін деп есігін ашып қойдым. Мына біздің балыққа баратын қармақтарымыз. Осының іші полный тазалап болғаннан кейін көгершіндері осының ішін шығаратын боламыз. Алда біршама нәрселер бар, бірақ кішкене ақшаға жағы болмай жатыр. Сол себепті барлық пландаған нәрселер кешіктіріліп жатыр енді. Оған ренжімеңіздер. Жақсы контенттер бұйыртса болады алдағы уақытта. Қазір енді бір жана тауықтар ауырып қалғаннан кейін көңілге түсіп кетті, тауық бауға желание қашып кетті деген сияқты ғой. Енді минусқа кірген сайын адамның уже духы да сынып қалады екен, уже тауық бауға, бизнес ашуға деген сияқты ғой. Бірдемемен айналысып жатқанда олыңыз бармай жатса, минусқа кетіп жатсаң, уже вообще желаниең қалай мана шабытыңның бәрі өшіп қалады. Сол үшін сіздердің арқаларыңыз, енді қолдауларыңыз арқаларыңызда қайта құласақ та аяққа тұрып жатырмыз. Шүкір. Ең главный ақшамен немен сынап отыр ғой. Ол жағын бәрі шешіледі. Мына балапандар, стоп бірдеме дейтін дәрі береді, соны бердік қой өткенде. Сол кішкене шүкір тәуір болып қалды, енді тек жылы су беріп отырық. Мына менің австралоп тауығым. Алла бұйыртса ана 5 австралоптың ішінен әтеш болса екен, барлығы күшті болатын еді ба, вообще. Өте күшті болатын еді. Осы достар, сіздер енді видеоны ұзақ сүрш деген сайын шама келгенше созып видеоны ұзақ қылып сүріп жатқан жайым бар.
кеше бір бауырымыз жазған екен, здравор туралы видео түсірші несушка деп. Ол видео менде бар. Менде вообще менің каналымда, YouTube каналымда жоқ видеоларды түсіргім келеді да мен деген. Енді барлыққа бірдемен іздесең бүкіл адамдар түсіреді ғой. Бәрінің айтатындар бірдей сөз, бірдей нәрсе, бірдей опыттар да бірдей болады. Біреулердікі кішкене көбірек болады, біреуінікі аздау болады деген сияқты ғой. Енді өзімнің каналымда жоқ видеолар түсірген жақсы көремін да. Жаңадан видеолар түсіріп, жаңадан идеяларыма, манады нелер болады ғой, бір пландар болады, сондайлар түсірген жақсы көремін да өзім. Сосын сіздер енді менің каналымда жоқ видеоларды айтыңыздар. Мен сіздерге соларды түсіріп, видеоға түсіретін болам. Айтпақшы, мына Әтеш ала бұйыртса бір айға неге кетіп жатыр? Арендаға кетіп жатыр Әтеш деген. Ала бұйыртса бір айға арендаға барып келеді. Жаңа Науидан жаңа әйелдерге барып келеді. Мына жетеуінен шашақ бітмейді, сол жаңаларға жіберіп жатыр. Ала бұйыртса барып келеді контрактымен жұмысқа, сосын обратно үйге қайтып келеді. Ала бұйыртса. Келесі видеода көріскенше достар. Алдағы уақытта қоштаспаймыз. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.